Сәлем, бұл видеода мен саған Binance деген не екенін және оны қалай қолдануға болатынын көрсетем. Егер криптоға қызығатын болсаң, видеоны соңына дейін көр. Binance бұл әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы. Мұнда сен биткоин, эфириум сияқты мыңдаған монетаны сатып алып, сата аласың. Binance 2017 жылы құрылған, қазір оны миллиондаған адам қолданады. Binance 2017 жылы құрылған, қазір оны миллиондаған адам қолданады. Бұл Binance-тың негізін қалаушы Чангпен Джао, ол жиі CZ деген атпен танылады. Ал бізде келесі Binance-қа тіркелу үшін қалаған браузерге binance.com деп жазамыз. Осылай деп шығады, войти, регистрация. Осы жерде мен YT-дің үстін басам. Егер сіздерде бұрынғы аккаунттарыңыз болса, YT деп өздеріңіздің электронный пошта номерлеріңізді тіркеп кіре берсеңіздер болады, немесе телефонда болса, осылай QR-ды сканер етіп кірсеңіздер де болады. Gmail аккаунтпен кіргеннен кейін осылай деп шығады. Каждый адам бір аккаунт қолданған дұрыс. Егер сіздерде бұрыннан аккаунттарыңыз болса, сол аккаунтпен кірген дұрыс. Екінші аккаунттың ашудың керегі жоқ. Создать новый аккаунт. Место жительства деп тұр. Егер Қазақстан болса, Қазақстанды таңдайсыздар. Продолжить. Поддержка фиата. Хотите продолжить регистрация на платформа Binance Қазақстан. Мына жерде да немесе нет. Мен нет деп таңдаймын, өйткені да деп таңдасақ, бұл жерде көп жағдайда P2P функциясы ашылмауы мүмкін. Так, продолжить. Регистрация Қазақстан. Мына жерде аты жөніңіз, имя, әкеңіздің аты, фамилия, туған күніңіз, дата рождения, барлығын дұрыстап, удостоверениеде қалай жазылып тұр, дәл солай жазасыздар. Келесі домашний адрес, адрес проживания, өзіңіздің тұратын жеріңізді жазасыз. Мына жерге полный адрес, поштаның индексі, не обязательно деп тұр, жазбасаңыздар да болады. Город Алматы, Алматы Қазақстан, қалаңызды жазасыз осы жерге. Одан кейін құжатты тіркеу керек, удостоверение личность, немесе паспорт, рекомендуется деп тұр, вертификация пайын, осын бассаңыздар болады. Осы жерге өздеріңіздің индеріңізді жазасыздар. Келесі телефон номер, өзіңіздің номерлеріңіз болу керек, ЕГОВқа тіркелген. Верификациядан толық сәтті өткеннен кейін осылай жасыл верификация плюс деп галочка тұрады. Ең бастысы бұл жерде қауіпсіздік, міндетті түрде екі сатылы аутентикацияны қосып қою керек. Менде двухфакторный аутентикация қосылған. Подтверждение личность. Осы жерде Binance-ның көптеген функциялары бар. P2P, бұны келесі видеода сіздерге міндетті түрде көрсететін боламын. Futures. Ал мынау монеталарды ұстап, пассивті табыс алуға болады. Подробныйды басатын болсақ, мына жерде партнерский программа, бұның барлығын жеке-жеке келесі видеода мен сіздерге көрсететін болам. Launchpad бұл жаңа жобаларға ерте қатысуға болады. Міне қысқаша айтқанда, Binance крипто әлеміне кірудің ең оңай жолы осы. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Келесі видеода мен Binance-та нақты сауда жасауды көрсетем.